Жаңыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге асқабақта орама рецептімен бөлісетін боламын. Дәл қазір асқабақ жейтін нағыз уақыт болғандықтан сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын жақсылап илеп аламыз. Бірінші бізге су қажет болады. 2-3 қасық сұйық май және де 1 ас қасық тұз қажет болады. Сонда сұйық май қоссаңыздар, қамырларыңыз өте әдемі жайылады, және де әдемі болып піседі. Керегінше ұн қосып аламыз. Бірінші ұнды аз-аздап қосып, жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Жақсылап араластырып, қамырдың іртік-іртіктерін барлығын жазып аламыз да, жаймендеп үстіне ұнды қосып отырып илейміз. Үйі қанғанша жақсылап, қамырымыз қатты болып қалмау керек, жаюға өте ыңғайлы болады. Қамырымыз дайын, бетін жауып қойып қоямыз. Келесі біз салмасын дайындаймын дегенше қамырымыз өте ие қанып, әдемі жайылатын болады. Бетін осылай жауып қоямыз. Келесі заттарымызды дайындаймыз. Бізге қажетті пияз, қажеттілігі бойынша 4-5 пияз, мен 2 картошка қостым, қоспасаңыздар да болады негізі. Үйдегі холодильникте барлық майды алдым. Құйрық май болсын, іш май болсын, өте дәмді болады. Және де асқабақ. Бізге қажетті терка, қолды ұстамайды, тез өткізіп дайындауға болады. Асқабақты теркадан осылай жегізіп аламыз. Өздеріңіздің қажетті мөлшерлеріңізге байланысты, отбасы адам санына байланысты. Картошканы да тоже теркадан жегізіп аламыз. Әдемі етіп. Сосын үстіне майды морозильниктен алып, теркадан жегізген өте ыңғайлы. Сонда әдемі жегізіледі и тез жегізілетін болады. Қолмен турап отқанша бұл әдіс өте ыңғайлы. Бұл сіздерге мен бір лайфхак болсын. Келесі пиязды өздеріңіз ұнайтын қалыпта квадратик немесе ұзынша етіп турап алсаңыздар болады. Мен пиязды ұзынша етіп турап алдым. Қазір қосып, салмаға бәрін араластыратын боламыз. Келесі бізге мен қызыл перец, өздеріңіздің ұнауларыңыз бойынша приправалар қоссаңыздар болады. Тұз және де зіра қосатын боламыз. Зіраны майдалап пышақпен қосып жіберсеңіздер, майдың дәмін вообще білдірмейді, әдемі дәм беретін болады. Қамырымызды осылай иін қандырып алған соң, әдемі етіп, оқтаумен жұқа етіп жайып аламыз. Өте әдемі болады, барынша жұқа болса. Екі қамырымызды дайын, әдемі етіп жайып алдық, жұқа етіп. Біздің отбасыда адам саны аз болғандықтан маған бір зуаланың өзі жеткілікті. Если сіздерде көп бала шағалы болсаңыздар, 2 зуала жетеді. Келесі мантоварканы сүртіп дайындап, осы қамырдың үстіне сұйық маймен майлап алсаңыздар болады. Жақсылап, сонда асты жабыспай әдемі пісетін болады. Осы майдың артылғанын тағы да май қосып, қамырдың үстін салмай тұрып, 1 қабат май, сұйық май жағып шығамыз. Жақсылап барлық жеріне тегізіп, келесі салмамызды барлық жеріне тегістей етіп жайып шығатын боламыз. Осылай әдемі етіп жайып шығамыз. Жайып шықтық. Мен қамырым үлкен болғандықтан мен 4-ке бөліп алдым. 2-ге бөлсеңіздер болады, немесе 3-ке бөлсеңіздер болады. Өздеріңіздің мөлшеріне қарай қамырдың. Мен 4-ке бөліп алдым. Енді бұны орайтын боламыз. Әр ораған сайын қамырдың үстіне осылай сұйық майды щеткамен жақсаңыздар болады, қолмен де жақсаңыздар болады. Осылай жағып отсаңыздар, арасындағы қамыр бір-бірімен жабыспай, жеке дара болып піседі. Және де үстіне тоже сұйық майды азырақ жақсаңыздар, үсті әдемі пісетін болады. Мантоварка жайғастырып, келесі газге 45 минутқа қалдырамыз. Үстін осылай буын шығармай жауып қойсаңыздар, әдемі етіп піседі.
Менің рецептім ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелуді тоже ұмытпаңыздар. Динара Балабек. Ас болсын!